Барлықтарыңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен бірге универсальный слоеный тесто дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тоңазытқыштан қыстан шыққан мұздай болып тұрған салқын майды алып, осындай електен өткізілген ұнымызбен осылай теркадан өткізіп крошка дайындап аламыз. Қыздар, бұл рецептпен сіздер көптеген печенье, самса және көптеген пирожноларды пісірсеңіздер болады. Бұл универсальный слоеный тесто. Енді дайын болған крошкамызды тағы да жақсылап араластыру үшін осындай вилканы пайдаланамыз. Еттің қамыры сияқты илемейміз бұл тестаны. Себебі майды ертіп жіберуі мүмкін қолымыздың температурасы. Енді сұйық массасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тоңазытқыштан шыққан салқын су керек, мұздай. Оның үстіне 2 жұмыртқа, шым тұз және де осындай яблочный уксустан 1 столовый ложка салып жақсылап араластырып аламыз да. Құрғақ массамыздың үстіне құйып, осылай қолмен емес вилкамен қамырды илемейміз, біріктіріп шығамыз. Дайын болған тестомызды осылай пищевой пленкамен орап тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 тәуліктен кейін пайдалана берсеңіздер болады. Алдағы уақытта осындай слоеный тестомен Наполеон және де самса дайындайтын боламыз. Каналымды бақылауды ұмытпаңыздар. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алда слоеный тестодан көптеген рецепттер болады.